армысыздар құрметті көрермендер. Эфирде тұлға бағдарламасы. Сіздермен бірге Сауытбек Нұрбол. Бүгінгі біздің қонағымыз филология ғылым кандидаты қауымдастырылған профессор, орыс тілі мен әдебиет білім беру бағдарламасының оқытушысы Әуелбекова Бақытжан Алпамышқызы. Қош келдіңіз студиямызға. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Бақытжан Алпамышқызы, сұхбатымызды өзіңіздің еңбек жолыңыздан бастасақ, жалпы бәрі қашан неден басталған еді, ұстаздық салаға қалай келдіңіз? Ол енді мектептен басталды деуге болады. Мен орыс әдебиет маманымын. Орыс мектебін бітірдім. Керемет мұғалімдерім болды. Сол орыс әдебиетін мектептен жақсы көретінмін. Содан осы университеттің филология факультетіне түстім. Соны бітірген соң мектепте жұмыс істедім. Одан ол кезде районы дейтін сол жерде істедім. Одан Алматыда детский домда істеймін деп барып едім. Ол жерге барып күтіп жатқан кезде осы жақтан звондады. Кафедра ашылай деп жатыр, соған сізді шақырамыз деп. Сосын осы университетке келіп, 87 жылдан бастап осы университеттемін. Сіз Қарашан жақта тек оқытушы ғана қызмет атқармадыңыз, өзге де бағытта еңбек еттіңіз. Сол туралы айтып отырсаңыз. Иә, мен көп жылы осы университетте ғылыми хатшы болып істедім. Сондай керемет тұлға адамдармен Кожамкулов Төлеген Абдисагиевич, Медеуов Есенгелді Омержанович осы университетте ректорлар болған, Бектурганов Абдиман Апелекбаевич и қазір біздің ректорымыз Баймырзаев Қуат Маратович, ол кісімен 5 жыл істедім. Сол жұмысты осы 2 жыл болды мен сол жұмыстан кеткеніме, өз еркіммен сол жұмысты да атқардым. Орыс тілі мен әдебиеттің жастар арасында дамыту, оқыту мақсатында қандай жұмыстар атқарылды? Ғылыми еңбектеріңіз жайлы айтып отырсаңыз. Әрине, университетте істеген соң мақалалар жазу керек, оқу-әдістемелік құралдар жазу керек. Бірнеше мақалаларым бар, оқу-әдістемелік құралдарым бар. Мысалы, соңғы жазған оқу-әдістемелік құрал инновационные технологии в высшей школе деген, бұл магистранттарға арналған кітап. Былтырдан бастап сол пәнді өткіземін. Сіздің салаңыз шетелмен байланыс қандай? Шетелмен байланыс, ол университет бізде көптен бері академиялық ұтқырлық бойынша жұмыс атқарады. Студенттер шетелге барып жатады, олар осы жерден тілін дамытып, үйреніп, мұғалімдер келіп жатады, біздің мұғалімдер барып жатады. Шетелмен мен өзімнің байланысым, ол Швейцарияда жақсы менің досым, Цюрихте жұмыс істейді, Ольга Дмитриевна Буренина Петрова деген. Соны былтыр академиялық ұтқырлықпен біз оны шақырдық. Бізде сабақ берді ол кісі. Қыркүйек айында алла бұйыртса тағы келіп біздің студенттерге сабақ береді. Былтыр халықаралық конференцияға қатысты. Басқа да байланыстарымыз бар кафедра бойынша. Қоғаммен жастармен бірге білім беру әдісі де дамып өзгеріп отыру қажет. Оқытушы ретінде студенттерін пәнге баулау мақсатына қандай жаңашыл әдіс тәсілдер қолданасыз? Мысалы, мына инновациялық технологиялар дейміз ғой қазіргі заманда. Соны қазіргі проблема студенттер, білімгерлер бір монография болсын, керемет оқулық болсын, бір үлкен текстіні оқығысы келмейді. Сондықтан қазіргі заманауи технологиялар, мысалы лонгрид, ол үлкен текст оқу. Оны подкасты дейміз, оны технологиялар бойынша оқығысы келмеген адамдарға тыңдауға болады, иә. Содан мына кітапта, мысалы, QR кодпен кіріп, сол керекті құжаттарды көруге, оқуға болады. Жас мамандар жайлы не айтасыз? Жас мамандар біздің университетте өтте сондай ғылымға ұмтылған деймін. Мысалы, жылда бізде жас ғалым деген шара өткізіледі. Сол
біздің университет тарапынан қаржы бөлінеді оларға, миллион, 1,5 миллион, сол ары қарай өздерінің проектлерін іске асыру үшін. Енді менің білуімше, олар мақалалар жазып, магистратураны бітіргендер докторантураға түсіп жатыр. Мен өзім ризамын біздің жас оқытушыларға. Ұстаздық саланың қиындығы неде? Қиындық болғанда осы айтарлықтай мен қиындық көріп тұрған жоқпын. Сол енді білімгерлер көбірек өздерінің тарапынан самостоятельная работа, мы говорим, да, чтобы они больше занимались самостоятельной работой. Вот по кредитной технологии больше знаний они могут получить именно в этом плане. И чтобы у них было критическое мышление, чтобы они могли всю научную базу, какая есть, она огромная, могли фильтровать и брать для себя самое необходимое, достойное. Ұстаз шәкіртімен озар дейді. Еңбегіңізді ақтап белестерге жетіп жатқан шәкіртіңіз туралы айта кетсеңіз. Мақтан ететін шәкірттерім көп. Мысалы, мен сабақ берген, мен куратор болған білімгерлеріміз, мысалы, Меруерт Кебековна, мен диплом жұмысын мен де жазған. Бізде кафедрада істейді қазір. Ботагөз Тынысбековна, және Хасан Испанов деген редакцияда қазір бас редактор болып істейді. Кезінде өте жақсы студенттер болған бізде. Енді қазірде білімгерлер жаман емес қой бізде. Өзіңіз қандай ұстаздардан тәлім алдыңыз? Менің ұстаздарым керемет тұлғалар болған. Малеев Бронислав Георгиевич, Алялькена Алькенова, Нина Яковлевна Кутман, Салагаев Валерий Георгиевич. Енді оларды сол керемет тұлға ретінде еске алам. Жетісу университетінің еліміздегі өзге жоғары оқу орындарымен салыстырғанда деңгейі қандай, білім беру сапасы жайлы пікіріңіз? Біздің университет халықаралық аккредитациядан өтуде, деңгейі жоғары, және рейтинг бойынша біздің университет бірінші орындарды алып отыр, шүкір. Біз үлгілі ұстаз, білікті маман Бақытжан Алпамышеваны танимыз. Ал үйде қандай адамсыз? Мен үйде кәдімгі қарапайым адаммын, үй жұмысын істеймін. Студенттерге берер ақыл кеңесіңіз? Студенттерге енді олар кеңес сұрамаса қалай кеңес бересін. Ал енді бұлай өз тарапымнан айтатыным, сабақ кезінде мысалы бір кейбір мәселелер көрініп жатады. Түнде 2-де, 3-де жаттым дейді, сонда ғаламторда босқа уақытын өлтірген деген сөз ғой. Сондықтан олар енді, мы говорим, чтобы они были в тонусе, да? Это значит, они должны соблюдать режим, вовремя ложиться, вовремя вставать, нормально, рационально питаться. В первую очередь, чтобы на следующий день они продуктивно в университете учились, работали, они должны в первую очередь себя нормально чувствовать. Затем я бы хотела сказать об академической честности, чтобы поменьше студенты списывали, побольше читали, следили за своим здоровьем и были патриотами нашего университета. В первую очередь думали о том, что я дам университету, а не что университет даст мне. Относились как к своему дому, не портили имущество, выключали там воду, свет при необходимости. То есть вот как себя дома ведут, точно так же относились к университету. И этот патриотизм тоже, он, я считаю, самый главный в университете, чтобы они чувствовали себя патриотами университета, занимались волонтерской работой, побольше участвовали вот именно и в общественной жизни, в науке, а в первую очередь, конечно, чтобы они стали достойными профессионалами на рынке труда. Сүбегілі сұхбатымызға алғыс білдіреміз, отбасыңызға амандылық, еңбегіңізге жеміс тілейміз. Осымен сұхбатымыз өз мәресіне жетті, келесі кездескенше. Рахмет, өздеріңіз аман болыңыздар.